әлемде адамға еш зияны тимесе де бір көргеннен денеңді түршіктіріп жіберетін, жүрегіңді тоқтатып жібере жаздайтын жануарлар бар. Бұлар адамдарға шабуыл жасамайды, бірақ олардың түрі ақ, түнде түсіне кіруі мүмкін. Бүгін сіздермен бірге түрі ең қорқынышты жануарлар топ 10-ын қараймыз. Соңына дейін көріңіз, ең сұмдығы соңында. Ең соңғы 10-шы орын – айдаһар балық. Теңізде 2-3 километр тереңдікте өмір сүретін бұл балықтың күрек тәрізді тісі, қараңғыда жанып тұратын көзі бар. Толықтай қараңғылықта өмір сүргендіктен түрі адамға ұқсамайтын жыртқыш. 9-шы орында сандворм. Африкада кездесетін алып құрттың ұзындығы 1 метрден асады. Аузындағы өткір тістері мен бұралған денесі оны көрген адамды шошытады. Реалды табиғи кадрлары көп адамды шоқ қылған. 8-ші орында ай. Мадагаскарда тұратын бұл приматтың үлкен көздері, ұзын сүйекті саусағы және қабағат дене пішіні оны әлемдегі ең қорқынышты жануарлардың бірі етеді, бірақ өзіне зиянсыз. 7-ші орында паук вервулют. Шын мәнінде өрмекші емес, бірақ жылдамдығы мен үлкендігі 20 сантиметрге дейін адамдарды қорқытады. Аузындағы ұзын құшқыштары фильмдегі құбыжық сияқты. 6-шы орында гоблин акуласы. Бұл акуланың басы ұзын, тістері сыртқа шығып тұрады. Тіпті жақ сүйегі алға қарай атып шығып, жемін ұстай алады. Теңіздің тірі құбыжығы атанған. 5-ші орында қолтырауын жыртқыш тасбақа. Тіс сияқты шығып тұрған қабықтары, алып аузы және баяу қозғалысымен болса да қорқынышты эффект береді. 4-ші орында терең мұхит кальмары. Қолдарының ұзындығы 8 метрден асады. Денесі өте ақшыл, ұзын салбыраған аяқтары қараңғы суда ұшып жүрген елес сияқты көрінеді. Ал енді үштікке де келіп жеттік. 3-ші орын мексикалық үңгір балықтары. Көзі жоқ, денесі ақшыл, басы сүйікті. Үңгір ішінде өмір сүретіндіктен көрген адамды бірден шошытады. 2-ші орын жеңілмес түн жыртқышы. Терең судағы анголер. Басын жарықтандыратын шамы, ашық тұрған алып аузы және шаныш-қыдай тістерімен танымал. Табиғаттағы ең қорқынышты бейнелердің бірі десек болады. Ал енді барлығымыз күтіп отырғандай 1-ші орынға да келіп жеттік. Блезный волк рыба. Тістері адам тістерінен де ірі. Қабағы түсіңкі, түрі нағыз қорқынышты бейне. Бірақ адамға сирек шабуыл жасайды. Түрі жыртқышқа ғана емес, фильмде мутантқа да ұқсайды. Бұл жануарлардың көпшілігі адамға қауіпті емес, бірақ табиғатта олардың түрі ақ адамды шошытады. Егер тағы осындай топтар керек болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.